Әдебиет жауһарлары айдарынан Ыбырай Алтынсариннің Атымтай жомарт әңгімесіндегі қоғамдық әлеуметтік мәселелер. Атымтай жомарт шығыс халықтары фольклорында кездесетін жағымды образ ретінде сипатталатын кейіпкер. Түп төркіні тай тайпасының ақыны Хатим ибн Абдаллахқа саяды. Оның нақты қай жылдары өмір сүргені белгісіз. Алайда ғалымдар арасында 6 ғасырда өмір сүрген деген болжам бар. Атымтай жомарт туралы шығармалар ерте кезден белгілі. Олар сюжеттік жанрлық сипатына қарай 3 топқа бөлінеді. Бірінші хикаят әңгіме. Онда Атымтай жомарттың өмір әңгімеленеді. Оның жомарт болу себептері баяндалады. Екінші қиял ғажайып ертегісі. Мұнда Атымтай жомарт бай, таусылмас қазына иесі. Үшінші тұрмыс салт ертегісі. Мұнда Атымтай жомарт тақыр кедей. Сонда да қол ашық адам бейнесінде. Ыбырай Алтынсариннің әңгімесі бірінші сюжеттік сипатқа сәйкес. Атымтай жомарт әңгімесінде мынандай қоғамдық әлеуметтік мәселелер көтеріледі. Бірінші адал еңбек. Екінші әлеуметтік теңсіздік. Үшінші тәрбие мәселесі. Төртінші иман мәселесі. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып, жұмыс қылады екен. Берілген үзіндіден адал еңбекке қатысты мәселені байқаймыз. Яғни адам баласы қаншалықты бай болса да, еңбек етуден ешқашанда жалықпау керек деген ойды байқаймыз. Әлеуметтік теңсіздікті әңгіменің қай тұсынан байқадық? Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз, дейді таныстары. Осы жерде ашқа, жалаңашқа, үйсіздерге деген сөзінен қоғамда әлеуметтік теңсіздіктің бар екендігі білінеді. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиіреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын, дейді Атымтай жомарт. Бұл сөздерден де әлеуметтік теңсіздік мәселесі байқалады. Атымтай жомарттың бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер ғибрат алсын деймін, деген сөзінен үлкен тәрбиелік мәнді көреміз. Ал иман мәселесі Атымтай жомарттың мына бір сөзінен байқалады. Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орнына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын. Бұл сөздерден Құдай тағаланың дәулетті де сынақ етіп беріп отырғаны, сол сынақтан дұрыс өту жолын көрсетіп тұрғандай. Жалпы Ыбырай әңгімелерінің басты тақырыбы еңбек, еңбек адамы, адамгершілік қасиеттер. Аталған Атымтай жомарт әңгімесінде еңбектің маңызын көрсетеді, еңбекпен тәрбиелеуді үйретеді.